Ақтөбе гуманитарлық колледжінің мемлекеттік тілдес қағаздарын жүргізу пән оқытушысы Қолғанатова Разия Жүгінісқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақпараттық анықтамалық құжаттар, жедел хат, телефон хат. Жедел хат телеграф арқылы берілетін жедел сипатты құжат. Қазіргі таңда ақпаратты жедел жеткізудің факс, интернет сияқты түрлері болғанымен жедел хат өз маңызын жойған жоқ. Телеграф байланысы басқа байланыс түрлерімен салыстырғанда арзан және сенімді. Жедел хатты жібере отырып, оның белгіленген жеріне 10-12 сағаттан соң, қажет болған жағдайда 1 сағаттан сөз жеткізілетіндігіне сенімді болуға болады. Жедел хаттың факс пен интернеттен мынадай артықшылығы бар. Мекеменің кез келген қызметкері жедел хат мәтінін құрастырып жібере алады. Виза қою, келісу, редакциялау сияқты формальды нәрселердің қажеттігі болмайды. Жедел хат қолмен жазылғанына қарамастан, әр кез жіберуші мен алушы туралы мәліметті қамтиды. Қажетті жағдайда жедел хат мәтіні мен онда берілген мәліметті растауға болады. Жедел хаттар қалай тез жіберілсе, солай тез жеткізіледі. Жедел хатты дұрыс жазу үшін мына жағдайларды ескерген жөн. Жедел хат мәтіні қысқа, дәл, анық, ең ұзақ дегенде 300 сөзден аспауы керек. Қысқа жедел хаттың бағасының төмен болатында есте болған жөн. Жедел хат мәтінінде кіріспе, шылау сөздер қолданылмайды. Кейбір сөздерді қысқартып жазуға болады. Керісінше, шатасып кетпес үшін сандарды жазбаша түрде беруге болады. Жедел хат мәтіні анық оқылатындай болып жазылуы керек және ешбір түзетулер болмауы жөн. Жедел хаттар ішкі және халықаралық болып бөлінеді. Ішкі жедел хаттарға мемлекет ішінде жіберіліп қабылданатындар, ал халықаралық жедел хаттарға шетелдерге жіберілген немесе келгендері жатады. Ішкі жедел хаттар өкіметтік, жедел және жай болып үшке бөлінеді. Жедел белгісімен жіберілетіндерге өкіметтік және жедел жеткізілу үшін арнайы жоғарғы тарифпен төленген жедел хаттар жатады. Қызметтік жедел хат мәтіні 2 дана етіп дайындалады. Әрбір мекемеде жедел хаттарды тіркейтін арнайы журнал болуы керек. Журнал 2 бөліктен тұрады. Бірінші бөлікке мекемеге келіп түсетін жедел хат мәтіні, екінші бөлікке жөнелтілетін жедел хат мәтіндері толтырылады. Жедел хат мәтіні мына деректемелермен толтырылады. Құжат аты, алушының мекен жайы, мәтін, жіберушінің аты жөні, мекен жайы. Құжат аты бланкының орта тұсына, жедел хатты алушының толық почталық мекен жайы, фамилиясы, қажет жағдайда аты, әкесінің аты толық жазылады. Одан соң құжаттың мәтіні толтырылады. Құжат мәтіні нақты, қысқа толтырылуы тиіс. Одан кейін жедел хатты жіберушінің мекен жайы, аты жөні толтырылады. Келесі құжатымыз телефон хат. Телефон хат, телефон я радио арқылы, телефонограмма, радиограмма ретінде жеткізілетін жедел сипатты құжат. Телефон хатпен жұмыс жасайтын қызметкер мәтінді тез жазып алуға қабілетті, дауысы анық, есту қабілеті жақсы, дикциясы да жақсы болуы керек. Мекемеде жіберілген телефон хаттарды тіркеп отыратын журнал болуы керек. Телефон хат құрылымы жедел хат құрылымынан көп айырмашылығы жоқ. Телефон хат мына деректемелермен толтырылады. Құжат аты, адресаттың толық аты жөні, мәтін, жіберушінің аты жөні, ақпаратты телефон арқылы жеткізуші адамның аты жөні, телефон хат жіберілген телефонның номері, телефон хат жіберіліп болған уақыт, күннің жады, қабылдап алушының аты жөні. Телефон хатты жеткізуші қызметкер мәтінді тез жазып алуға қабілетті болуы керек. Телефон хатты жеткізуші қызметкер телефон хат мәтінін журналда жазылған мәтінмен салыстыра отырып тексеруге, дұрыс жазылғанына көз жеткізу үшін қайталап беруге міндетті. Телефон хатты қабылдап алған адам ақпарат кімге жіберілсе, сол адамға телефон хаттың келгені туралы бірден мәлімдеуі керек. Қызметтік телефонды пайдаланудың кейбір қарапайым ережелері. Өте қажет болмаса,
қызметтік телефонды бөгде әңгіме үшін қолданудың қажеті жоқ. Қызмет бабында телефонмен сөйлескен кезде төңіректе басқа адамдардың тыныштық сақтауы керек. Маңызды қызметтік мәліметтерді телефон арқылы жеткізу барысында бөгде адамның болуы, жіберуші адамға да, бұл хабардың еріксіз куәгері болып тұрған бөгде тыңдаушыға да ыңғайсыздық туғызады. Әдеттегі сұхбатты жүргізу 2-3 минуттан артық уақытқа созылмауы керек. Жер алыстығы мен уақыт тығыздығы болмаса, көлемді күрделі мәселелерді жеке кездесу кезінде шешкен абзал. Телефон арқылы сөйлесіп отырған адамыңызды жақсы ести алмаған жағдайда оған қайта телефон соғуыңызды ескертіңіз де қайта байланысыңыз. Телефон үзіліп кеткен жағдайда ең бірінші хабарласқан адам қайталап телефон соғуы керек. Телефон арқылы жүргізілген сұхбатты да бірінші аяқтаушы телефон соққан адам болуы керек. Телефон арқылы құпия мәліметтерді алудан бас тартыңыз. Телефон хат үлгісі, құжаттың аты, номері, толтырылған күні және адресаттың толық аты жөні немесе ұйым мен жетекшісіне деп жазылуға болады. Одан соң құжат мәтіні қысқа, нақты түрде анық етіп бланкіге толтырылады. Одан соң жеткізуші адамның лауазымы, аты жөні, жіберуші адамның лауазымы, аты жөні, жіберілген күннің жады, уақыты және қабылдап алушы толтырылуы тиіс. Ал білім алушылар, сіздерге құжат құрылымын талапқа сай жазу, телефон хат құрылымын және жағдаяттар бойынша телефон хат, жедел хат толтыруларыңызды ұсынамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.